Сәлем, балалар. Сендерге бүгін қой мен ешкінің қызықты ертегісін айтып берейін. Баяғы заманда қой мен ешкінің достығы. Бір ауылда қоңыр қой мен ақ ешкі өмір сүріпті. Бір қорада тұрса да бір-бірімен көп сөйлеспейтін. Бір күні қой жайылып жүріп адасып кетеді. Қатты жаңбыр жауып, қорыққан қойды іздеп шыққан ешкі. Қойжан, сені таппай уайымдап кеттім, дейді ақ ешкі. Содан бастап олар айнымас дос болыпты. Орманға барған кезде оларды қасқыр кездіріп қалады. Қой қорқып кетеді, бірақ ешкі батыл сөйлейді. Қасқыр аға, біз сізге қызық ертегі айтып берейік. Қасқыр ертегі тыңдап мәз болады да: сендер ақылды екенсіңдер, бара беріңдер дейді. Содан бастап олар әр балаға ертегі айтып ауылдың сүйіктісіне айналыпты. Досыңды сыйла, бір-біріне көмектес, қиындықтан қорықпа. Келесі кездескенше балалар. Ертегі ұнаса арнаға жазылуды ұмытпаңдар.